Сәлеметсіздер ме, бірінші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Жорыққа шығамыз. Қанеке балалар, кітаптарымыздың 34-ші бетін ашып, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 16 ақпан. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты, сіздер бүгінгі сабақта есепті сызба, сурет, қысқаша жазба түрінде модельдеп, есепті шешу үшін тірек сызбаны таңдауды үйренесіздер. Енді балалар, суретке назар аударайық. Суретте не көріп тұрмыз? Бұл шатыр мен ұйықтайтын қап. Шатырдың массасы неше килограмм? Ұйықтайтын қаптың массасы неше килограмм? Жарайсыңдар, шатырдың массасы 10 килограмм, ұйықтайтын қаптың массасы 3 килограмм. Енді Арман саяхатқа шығу үшін шатыр мен ұйықтайтын қап алды. Енді осы есептерге сызба нұсқаны сәйкестендіріп, сөйлем құрастырып көрейікші. Есептің сұрағы жоқ екен. Есептің берілгенін оқимын. Бірінші сызба нұсқа бойынша есептің сұрағын құрастырайық. Шатырдың массасы 10 килограмм, ал ұйықтайтын қаптың массасы 3 килограмм. Бірінші сызба нұсқа бойынша мынадай сұрақ құрастыруымызға болады. Шатырдың массасы ұйықтайтын қаптың салмағынан нешеге артық? Балалар, сонда бірінші есепті біз шығара аламыз. Қарап отырсаңдар, шатырдың массасы 10 килограмм, ал ұйықтайтын қап 3 килограмм. Қайсысы көп? Әрине, шатырдың массасы көп. Сонда біз есептің сұрағында ұйықтайтын қаптың массасы неше килограмм шатырдың массасынан артық екенін тауып алу керекпіз. Енді екінші сызба нұсқаға назар аударайық. Сызба нұсқада қызыл кесінді, ұзын қызыл кесінді және қысқа көк кесінді берілген. Кем. Қайсы зат, қай заттан кем екенін табу керекпіз. Сонда қандай сұрақ шығады? Ұйықтайтын қаптың массасы шатырдың салмағынан нешеге кем? Яғни есептің берілгені бар, есептің сұрағын құрастырдық. Сонда ұйықтайтын қаптың массасы 3 килограмм, ал шатырдікі 10 килограмм. Ұйықтайтын қаптікі шатырдікінен неше килограммға кем екенін табу керекпіз. Балалар, енді қараңыздаршы, бұл есепте бірінші есеп артық деп тұр. Екінші есеп кем деп тұр. Демек, сызба нұсқаға мұқият назар аударайық. Бір заттың екінші заттан нешеге артық, нешеге кем екенін білу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сонда екі есепте де 10-нан 3 килограммды азайтып, 7 килограмм шатырдың массасы артық екенін таптық. Және екінші есепте 7 килограмм ұйықтайтын қаптың массасы шатырдан кем екенін таптық. Балалар, бұл сіздерге түсінікті ме? Олай болса, келесі есепті шығарайық. Суретте көріп отырғандай заттар бар. Сіздер осы заттарды пайдалана отырып, есептер және кері есептер құрастыруыңыз керек. Ал бірінші суретке мен өзім сіздерге есеп құрастыру үлгісін көрсетейін. Азиз 7 килограмм сөмкеге 3 килограмм болатын ұйықтайтын қап салды. Сөмкенің неше килограммы бос қалды? Яғни біз бірінші сурет бойынша сөмкенің қанша килограмм бос қалғанын табу керекпіз. Егер сөмкенің массасы 7 килограмм болса, ұйықтайтын қаптың массасы 3 килограмм. Қалды неше килограмм? Біз есептің берілгенін жазамыз бірінші, астына шешу жолын жазамыз. Сонда 7 мен 3-тің айырмасы 4-ке тең. Демек, сөмкенің 4 килограммы бос қалған екен. Балалар, ұйықтайтын қап 3 килограмм, сөмке 7 килограмм. 7 мен 3-тің айырмасы 4 екенін біз білеміз. Енді осы есепке кері есеп шығарып көрейік. Ал кері есеп бойынша сөмкенің массасы белгісіз, ұйықтайтын қаптың массасы 3 килограмм. Ал сол сөмкеге ұйықтайтын қап
ұйықтайтын қапты салғанда сөмкеде тағы 4 килограмм бос орын қалды. Сонда біз сөмкенің массасын табу керекпіз. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең. Демек, ұйықтайтын қап пен қалған сөмкенің массасын қосу арқылы біз барлық сөмкенің массасын таптық. Сонда сөмке 7 килограмм екен. Енді розовый түспен күлгін, жасыл түспен берілген есептер бір-біріне кері есеп деп аталады. Ал енді оқулықпен жұмыс жасайық. Кітаптарыңыздың 35-ші бетін ашып, номер 3-ші есепке назар аударыңыздар. Бұнда сіздер мен жорыққа не алып шығамын деген ойынды ұйымдастыру керексіздер. Сөмкенің жалпы килограммы 10 килограмм, яғни сөмкеге тек 10 килограмм заттар ғана сыяды. Ал енді бірінші мысал ретінде мен өзім жорыққа мынадай заттарды алып шығамын. 10 килограмм болу үшін тамақ 3 килограмм, 3 килограмм картоп, 3 килограмм көрпе және 1 килограмм кроссовки. Енді барлық осы заттардың массаларын қосқанда 10 килограмм шықты ма? Санап көрейік. 3 килограмм мен 3 килограммды қосындысы 6-ға тең. 6 килограммға тағы 3 килограмм көрпені қоссақ 9 килограмм және тағы 1 килограмм кроссовкиді қоссақ 10 килограмм. Демек мен жорыққа осы 4 затты алып шығамын. Сіздер тағы қандай заттарды алып шығасыздар? Мен осы көрсетілген есеп түрінде дәптерге номер 3-ші есептеп жазып алсаңыздар. Ал енді оқушылар үй тапсырмасын жазып алайық. 35-ші бетте номер 4-ші есеп. Бұнда сіздерге ондықтар мен амалдар берілген. Қосу азайту амалдарын шығарасыздар. Ондықтармен берілген есептерді көшіріп дәптерге оның мәнін жазасыздар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, түсіндім деп маған жауап берсеңіздер. Ал түсінбесеңіздер, қандай тапсырма қиындық тудырды, сабақтың қай жерін түсінбедіңіздер, қай жағы күрделі болды, сол жайында маған кері байланыс жібересіздер. Мен сіздерді күтемін. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.